Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Біз бүгін сүбелі сұхбат бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз белгілі алаштанушы ғалым Тұрсын Жұртбайұлы. Аға, қош келдіңіз. Мынау бағдарламамыздың мұраты да сол, қазақ дүниетанымындағы исламның орны, немесе қазақ өзі исламды, дінін қалай ұстанды, осы имани құндылықтарды қалай қабылдады деген төңіректе әңгіме өрбітсек деп едік. Бұл ұлы тақырып. Әрбір мұсылманның, әрбір қазақтың ой санасында, жүрегінде мәңгілік ұялап қалатын рухани кие деп есептеймін. Өйткені біз осы бір ұлы киеден айырылып қалсақ, қазақ халқы өзінің бойына тән мінезінің тең жарысынан айырылады. Онсыз да қазіргі ұрпақтың 60-70% еркінсіп кеткен кезде қайырылып оралудың өзі қиынға соғады. Сенім адамның мынау фәни дүниедегі нық басатын тірек. Егер сенімге сүйенсең, онда сені орныңнан да, жолыңнан да, бағытыңнан да, мақсатыңнан да ешкім қайыра алмайды. Қандай да болмасын, бір Алланың сарыны құлағына келген сәби өмірінің соңында болса сол сарынды, сол аянды естиді. Сол әлдеге бағынады. Мағжанның әлдейлі өлім әлдеге деп отырғаны мына бақилық дүниеден фәнилік дүниедегі ұлы сарынды айтып отыр. Жай өлім емес. Ол өмір, ол өлім мәңгілік өмір дегенді мегзейді. Әрине, дін, таным, оның ішінде қағидаттарын орындау кезінде қиын, жазалы іс болды. Бірақ соның өзінен адамдар амалын тапты, қайсарлығын көрсетті, ұстанды. Оған нық сенім керек деп ойлаймын. Мен өзге емес, осы діни сенім туралы өзімнің басына кешкен бір оқиғаны айтып берейін. 8-ші сыныптың қысқы демалыс кезі. Желтоқсан айында Алаш идеясы, Алаш ардагерлері туралы, Әлихан, Мағжан туралы шығарма жазып, мектептен шеттетілген кезім болатын. Қысқы демалыс кезінде 15 үйден тұратын бөлімше, сонда кеп жаттым. Кішкентай ғана кітап қанам болатын, енді жинала бастаған. Және жазушы болу деген арман. Алғашқы мақалаларым, өлеңдерім де жариялана бастаған кез. Былайша айтқанда, бұл 7-8 сыныптың баласы үшін ауылда ол үлкен абырой. Сол мектептен шеттетілгеннен кейін үйге келдім, қыстың кезі. Ол кезде электр ауылға бармаған. Мұрат деген электрик бар, трактордың моторын кешкі жақын жағады, ондан кейін өшіреді. Ал мен жаңағы келгеннен кейін сен кітап оқисың ғой, түнде жұмыс істейсің ғой, мен сені жақсы көрем ғой деп қойып, 12-ге дейін жағады, 12-ден кейін өшіреді. Мен кітаптың қызығына түсіп кеткендіктен 12-ден кейін шам жағып, сол шамның жарығында кітап оқимын. Bir bölmeli үй, төрде әкем жатады,
әкем мына шамның жалыны шығады, сол кеудесін алып жөтелдіреді. Өшір дейді, жат дейді, оқу соғып кетеді дейді. Бірақ оқи берем. Әлі есімде дүние әдебиетін білу керек деп, Джек Лондонның Мартин Иденін қызығып оқып жатқан. Сағат түнгі 2:30-нан асып кеткен болу керек. Bir уақытта өшір шамды, Құдайдың түнімен жарыспа, Құдайдың еркіне қарсы шықпа деді. Ой, Құдайыңды. Құдай түкті жоқ, Алла жоқ, мақсатқа жеткізетін оқу. Құдайың құрысын деді. Кітаптың әсері де бар ғой. Бірақ әкем деді, теріс қарап жата қалды. Бір нәрсені білдіргенімді сездім де, мен де жылдам кітапты жазып, шамды өшіріп жата қалдым. Әкемнің мінезі өзіме белгілі, таң атқанша ұйықтай алмадым. Қыстың түні қандай ұзақ. Bir уақытта талықсып ұйықтап кетсем керек. Ақырын бір сыбырдан оянсам, күбір-күбір естеді, бүйтіп қарасам, жердегі столда апайым шай құйып отыр, әкем қасында Мекіш Жақупов деген ақсақал отыр. Ол кісі санау төңкерістен бері кеңес өкіметін өз қолымен құрысқан, оның барлық науқандарына белсене қатысқан, большевик, коммунист емес, өзі коммунист жоқ, большевик. Ауыл, колхоз, аралас ауыл шаруашылық басқармаларын басқарған Сәбит Мұқановтың «Тыңдағы толқындар» атты кітабының кейіпкерінің біреуі болған. 5 баласы да Москвадан, Алматыдан, ең төмені Семейден бітірген. Бәрі үлкен жұмыста. Әкеммен жасы қатарлас, демалысқа шыққаннан кейін сол бөлімшеде, сол бөлімшенің партия ұйымының хатшысы. Әңгімелесіп отырады. Ең беделді адам. Bir жақтан ауданға тағы басқа қонақтар келсе, сол кісіге апарып сөйлесіп тұрады. Сол кісі отыр екен. Таң атпай шай ішіп отыр. Bir қиғылықтың бар екенін сезімді үндемей қозғалып жатып бар. Бірақ қашан жатасың? Bir уақыт бейтік бағанда төсек сықырлап кетті де, аңғарлы Мекіш ақсақал, ай балам, тұрсын, ояндың ба? Тұра ғой деді. Жылдам тұрып, бетті жуасап, бір кесе шайды ішесіп, енді зытайын деп ұмтыла бергенде, ай балам, асық ба, отыр деді. Кішкене әкем екеуі әңгімелесіп алды бір уақытта, әй, құда келді. Иә, деді. Сөзіңді баста деген ғой. Демек, менің әкем таң атпай тұрып, Мекішті барып шақырып, үйге ертіп алып кетті. Содан кейін әкем тұрды, иә, Мекіш, мына мәселе бойынша сені шақырып кеп отыр. Мына қу жалғызды білесің. Талабы бар, мұның адам болатынына мен сенемін. Қадиша марқым шешемді айтып отыр, ертерек қайсы болып кеткен. Дүниеден өтерінде, әй құда келді. Мұна үшеуін, менің апайым бар, бір 3 жаста қарындасым қалған. Мұна үшеуін пайғамбардың ақ туының алдында сенің қолыңнан аламын тапсырып, саған аманат деді. Осы сөзді Рамазан деген ақсақал бар, соның көзінше маған айтып берді. Ол мына Думан Рамазанның атасы. Мен мына қу жалғыздың адам болатынына сенемін. Қадиша марқұм 12 құрсақ көтеріп еді. Қалғаны осы 3. Өткен 9-ы әр жерде қалды, топырақ жамылып. Менің әкем 1930 жылы алашысы бойынша түрмеге қамалған, 32 жылы күзінде қашып шыққан, қысында қашып шыққан.
Осылар жетсін деп мен өмір сүріп келемін. Сен Мекіш әу баста партия дедің, бәлшевик дедің, Ленин дедің, коммунист дедің. Сенің заманың жеңді. 5 балаң Мәскеуден бастап оқуды түгел бітірді. 5 жерде отыр. Ел басқардың мұратыңа жеттің, сенің заманың жеңді. Мен жеңілдім, мен де мынау қуыстағы өлімшіге кеп отырмын. Айтайын дегенім, сол 12-сінің 9-ы әр жерде жер жастанып қалған кезде неше бір қиындықты көрдім. Соның қиындығына шыдамай өзім қол салқымда келген кездер болған. Сонда бір Аллаға сеніп, ей Алла қолда, шындығыңды көрсете көр, жақсылығыңды көрсете көр, осыдан азаптан аман алып шық. Ана балаларымның жетімсіретпе деп өзім дуаладым. Мен осы күнге жеттім. Мына мәселе сұрайын деген. Сенің коммунисің өтірік айтпа дейді. Менің Құраным өтірік айтпа дейді. Сенің Лениннің кедейге көмектес дейді. Менің Құраным жарларға жақ бол дейді. Сенің партияң ұрлық жасама дейді. Менің Құранымда ұрлыққа тыйым салады. Сенің баратының коммунизм, менің баратыным Алланың алды. Осыдан басқа айырмашылық жоқ. Сен сол ұранмен осында жеттің, мен Аллам деп осында жеттім. Түпкі мақсаты біреу сияқты. Жарайды, өткен өмір өтті. Ал мына қу жалғыз кітап оқитынын, шындыққа құмар екенін білемін. Оған сенім толық. Бірақ кеше мен түнде Құдайдың түнімен жарыспа деп едім, менің Аллама тіл тигізді. Егер де осы қу жалғыздікі дұрыс болатын болса, онда мен Алламнан да бас тартайын. Сен айтшы, қайсымыздікі дұрыс деді. Мекіш ақсақал, Құдай келді. Қой сенікі, мінездің әрекеті ғой. Тұрсын деген өзіміздің қазіргі үміттеніп жүрген комсомолдарымыздың біреуі ғой деді. Мен комсомолда жоқ болатын, бірақ комсомол жастар, біз сенеміз, бүкіл ақсақалдар айтып отырамыз. Тұрсын деген болашақ данышпан қой, заман осылардікі ғой деп кішкене мақтатты. Содан кейін Құдай келді. Сенің де айтқаның дұрыс. Өмір солай өтті, екеуміздің де келгеніміз мынау таудың қолтығындағы бөлімше болды. Азаппен өтсе де алдыңдағы балаңдан үміт күтіп сен отырсың. Соншама қиындықтар менен бетелде жүріп мен де келдім. 5 балам 5 жерде. Мен сол 5 баламнан не жақсылық көріп отырмын. Көз алдыңда. Мына жалғыздан жақсылықты сен көресің бе? Оны алдағы уақыт көрсетеді. Сондықтан да кейде мен осы жаназаға қатысып жүрмін ғой. Сонда 2 өмір сүріп жүрмін бе? Мына қойнымдағы партия билетін өткізіп беріп, осы бірыңғай Алланың жолына бет бұрсам ба деп ойлаймын. Бірақ өткен өмірім есіме түскен кезде, бет өткен кезде тайсақтай беремін. Оның қайсы дұрыс, сенікі ме, менікі ме? Міне өмірі аяқталып келді ғой, алдағы уақыт көрсетеді, көретін күніміз алда. Ал тұрсын балам, сен үмітті баласың дейді. Жаңағы әкем
Алламнан да бас тартам деген кезде менің көзімнен ыстық жас бұрқ етіп шығып кетті. Төмен қарап отырмын, дастарханның үстіне жас мөлтілдеп тамады. Жаңа Алламнан да бас тартайын деген кезде тура бұршақтап тарсылдап кетті. Әзер отырмын, өмірің алдыңда. Міне келіп отырмын, саған айтатын бір сөзім бар. Соны ұқ. Сен ертең үлкен майдандарға, науқандарға қатысасың. Ертең коммунист өтесің. Сонда бірақ өтінішім бар. Біз өткен өмірдегі істеген істеріміз үшін, қатесі үшін қатты өкінемін. Қаншама айыптар жібергенбіз. Оны қайтара алмаймыз. Өкініштен басқа ештеңе жоқ. Бірақ сен өкінбе. Ең басты нәрсе адамның сеніміне, діни көзқарасына тиіспе. Соны сыйла. Өзің де соны түсініп, ішіңде сақта. Егер де коммунистке өтетін кезіңде сенен Құдай бар ма, жоқ па деп сұрайды. Сонда сен ішіңнен, әй Алла, сен барсың. Мен саған сенемін, тәубе етемін. Мынау қылыштың үстінде серт жүрмейді деуші еді ғой, Абай айтқан. Сен кеш деп ішіңнен тәубеңе келді, аузыңмен жоқ де. Содан кейін осы діни сенімді ішіңде ұста. Ол сенің ең қиын сәтіңнің өзінде де демеуің болады. Біздің күрескеніміз осы дінмен тегін күрестік пе деп ойлаймын. Қазір өкінем. Балам ақыл дінде, ол сабыр береді. Осы көкейіңде болсын. Қалғанын оқыған, тоқыған адамсың ғой, бізден гөрі сауаттысың, өзің білесің. Әкеңнің бұл айтып отырғаны өмір тәжірибесі, жан сыры. Сенім адамды мұратқа жеткізеді. Сенім деген киелі құдіретті күш. Әр адамды ұстап отырған соң, сенің әкеңді мына жерге әкеп отырғанда, 13-тен қалған шөңді мәпелеп өсіріп отырғанда, сол әйтпесе әкең үйленсе үйленер еді ғой. Бір Алланың жолындағы аманатын орындау үшін Қадишаның осы күнді ұстап отыр. Ол сенімнің арқасы. Ал қалғанын Құдағелді екеуміз өзіміз шешеміз. Бара қой деді. Жаңағы дастарханның үстіндегі тамшылаған жас су болып кетті. Орнынан атып тұрып, киімімді аласап, сыртқа шықтым, аяз. Бірақ күн жап-жарық болатын. Аспан ашық. Қораның үстіндегі мая болатын, маяның үстінде шөп үйілі, сол шөпке шалқамнан түсіп, ал кеп, осы тура бар даусымен өкіріп тұрып шығамайын ба. Анау өзімнің сондай бір ар ұялар іс қылғаныма ішімнен қыстығып, өкіріп тұрып жыладым. Жылап жаттым, ұйықтап қап. Бір уақытта көзімді ашсам, аспан ап-ашық, шөкімдей бұлт жоқ, көк көңбек жер, әппақ ауа, тұп-тұнық, миым тап-таза. Міне сол күннен бастап мен комсомолға да, партияға да өткенім жоқ. Мәселе онда емес, мәселе менде сенімге деген бір құрмет болды. Қандай жағдай болсын, мен ең бірінші әкемнің осы өсиетін, Мекіш Ақсақалдың осы айтқан аманатын, ақылын ішіме кіргіздім. Сол күннен бастап мен барлық идеологиядан тыс қалдым. Дүние маған жаңадан ашылды. Жаңадан өз өмірімнің баспалдағын аттадым. Өсі күнге дейін міне 70-ке келдім. Әкемнің жаңағы 70-тен асып кеткен сол кезде Мекіш Ақсақалдың жан тазалықтарына, өмірге деген көзқарастарына, сеніміне,
сол сенген дініне деген ішкі адалдығына әлі де таң қалам. Қандай мықтылық. Бар азапты сол бір Алланың құдіреті үшін көрген. Сондықтан да біз бүгінгі күндегі сенім, рухани сенім туралы айтқанда әкелеріміздің, бабаларымыздың, ағаларымыздың осы бір рухани өзекті, аңсарлы, және сатпаған, сатылмаған аманатын есім алам. Бұл әр ұрпақтың көңілінде, жүрегінде, санасында болса екен, иманы жүрегінің жолдасы болса екен деп тілеймін. Менің өмірде көрген бір тәжірибе, бір сабақ, ертеңге айтар бір лажым осы. Ендеше міне құрметті көрермен, өздеріңіз куә болып отырсыздар. Біздің бабаларымыздың сенімі, Тұрсын ағамыз айтқандай, әркімнің өз жүрегінде, өз қалауында ерекше зор махаббат пен ерекше зор құрметке құрылған сенім екенін осыдан біледі екенбіз. Ендеше бізде хабарымызды осы жерден тәмамдаймыз. Осындай сенімімізге кір жұқтырмайтын ардың жолында болайық ағайын.